Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өзімнің сүйікті пирогымның бірі зебраның рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге ұн, қаймақ, жұмыртқа, сұйық май, какао, разрыхлитель және ас содасы керек. Алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Енді осыған қаймағымызды саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Құрғақ қоспаларымызды араластырып аламыз. Ұнға қасықтың 1/3 бөлігінде ас содасын және разрыхлительді қосып, ұнды ситадан өткізе отырып, біркелкі болғанша тағы да миксерлейміз. Міне массамыз дайын. Енді 2 бөлікке бөлеміз да, біреуіне какаоны араластырамыз. Сол бөлікке 2-3 қасық сүт қосып жіберу керек, өйткені массамыз қою болып қалады. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Формамыздың түбін майлап, ожаумен осылай кезек-кезек құямыз. Қасықпен құйсаңыздар, зебра аса көрінбей қалады. Сол себепті осындай ожаумен құйған жақсы. Соңынан осылай зубочисткамен немесе таяқшамен жүргізіп шығамыз. Пирогты 160 градуста 35 минутқа қойдым. Міне жақсы көтеріліп, дәмді болып пісіп шықты. Пирогым ұнаса, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіз, лайк басуды да ұмытпаңыз. Видеоны аяғына дейін қарағаныңызға алғыс білдіремін. Асымыз дәмді болсын.